Илья Жансүгіров көңілім әңгімесі. Қазақ даласында әйел тағдыры үнсіз тарих. Оның жасы еңбекпен өлшенді. Оның өмірі еркіндікпен емес, міндетпен белгіленді. Әйел өмірдің тамыры еді. Бірақ сол тамырдың өзі су ішпей қурайтын. Ол аналық мейірімін шашты. Бірақ өз жүрегін ешкім жұбатпады. Қазақ даласында әйелдің үні желге сіңіп кететін. Сол үнді Илья Жансүгіров сөзге айналдырды. Көңілімі бір әйелдің ғана емес, бір дәуірдің айыбы. Бұл алқаның көз жасы, бұл қазақ әйелінің зары. Тыңдаңыз, бұл күннің тағдыры, бұл күннің өлімі. Алқа өмірден ерте қажыған әйел еді. Жүзінде күлкі емес, уақыттың ізі бар еді. Көзіне қарасаң, онда қуаныш емес, ұзақ жылдарды мұңы тұратын. Ел оны алқа деп емес, Сандыбайдың көңі деп білетін. Өз аты өзінен алыстап қалған еді. Алқа 35 жасында жесір қалды. Сол күні оның иығына 2 жетімнің тағдыры артылды. Қасен 1 жаста, Маржан 3 жаста. Алқа сол күніне бастап ана ғана емес, тағдырға қарсы тұрған жалғыз тірекке айналды. Қыс түскенде Сандыбайдың әйелдері жылы үйге кірді. Алқа ғана суық шошалаға бет алды. Қамыс төсек, қарақай жастық. Сол оның өмірдегі жалғыз жылуы еді. Жылдар өтті, заман ауысты, адамдар өзгерді. Бірақ Алқаның тағдыры өзгермеді. Ол бұрынғыша күлкісіз, үмітсіз, үнсіз өмір сүре берді. Кеше ғана атаққа құмар болған Сандыбай да енді сол құмарлығын артқа тастады. Николайдың талай сайлауында би болып жүрген ол, бүгін ел сөзіне құлақ асатын, жұрттың алдына шыққан ақсақалға айналды. Маржан ұзатылды, бірақ бақытын тапты ма, оны ешкім білмеді. Алқа қызын сағынды, ұлын уайымдады. Қасен ер жетті, бірақ еркін болмады. Бір күні Қасенді әскерге жазды. Жасы жетпесе де қағазда жетті. Қасен кеткенде Алқа жер құшақтап жылады. Бұл жылау жай қоштасу емес еді. Бұл соңғы үміттің үзілуі еді. Қайғы Алқаның денесін емес, жүрегін бұрын сындырды. Ауру келді, әлсіздік келді, жалғыздық келді. Ал мейірім келмеді. Боран соқты, шошала суыққа толды. Алқа сол суықта жылы сөз іздеді, бірақ оған жылу берер жан болмады. Алқа көзін ашты, жарық көрінді. Қасен деді, бірақ дауыс шықпады. Сол сәтте Алқаның демі емес,